Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі қудырту жобасының жаңа жылдық шығарылымына қош келдіңіздер. Тағы да өздеріңізге қаттырақ қошемет соғып қойсаңыздар болады. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа ғасыр, жаңа нұр. Сонда бізде жаңа жылдық шығарылым ғой. Жаңа жылдық дегеннен тек сол сөз ба қазір? Не елка жоқ, не өзіміз жаңа жылдық киінбегенбіз. Не керек саған мысалы? Шырша? Аяз ата? Қоймадың ба енді? Жаңа жылдың атмосферасы кетіп баратыр, жаймендеп, байқайсыңдар ма? Кетіп баратыр? Иә. Не үшін деп ойлайсың? Есейгеннен ба ол? Жоқ, кетіп баратыр, типа, январь-февральға қарай кетіп баратыр. Ол телевизордан деп ойлаймын. Телевизордан? Бұрын телевизор көретін едік қой. Телевизорда бүкіл жаңа жыл болады ғой, бүкіл канал, даже каналдың эмблемасының өзі қар жауып қудыртатын еді ғой. Басында шет жағында шапка тұрады. Ауа райы бәрі жаңа жылдық болып. Телевизор көргенде сондай болды. Қазір телевизор көрмейміз. Просто андай бар еді ғой, ел арна деп тұрады да, жанына бүйтіп кішкентай аязды шығады да. Дейді да қайта кіріп кететін еді ғой. Хабарда андай болатын еді ғой. Хабар тұрады да осылай. Хабар деп айналады да, пингвиндер шығады бүйтіп. Сен қандай хабар көргенсің? Бізде андай бар еді, типа, пингвиндердің қатысқан жыл жаңа жылға? Пингвиндер қар жауып тұрады. Хабар тұратын, бүйтіп айналған кезде 2013 деген жазу шығады да, қайта айналады, хабар тұрады. Мен сол кезде ойладым, қалай істейтін алар монтажын деп. Еще телевизордың үстінде андай нелер, елканың ойыншықтары шығып тұрады еді ғой. Жоқ, ондай болған. Жоқ, ол именно. Оны біз қолдан жасап телевизор үстінде өзіміз. Жоқ, просто бар ғой, именно алматылықтарға жаңа жыл сезілмеуі мүмкін. Біріншіден қар, дұрыс жоқ. Екіншіден фейерверк, салюттар атуға болмайды. Нежелательно. Иә, өйткені жыл 12 ай біздің төбемізде смог деген фейерверк тұр. Иә. Жоқ, ол атқан, иә, ол атқанның өзінде де көрінбейді ше смогтан. Иә. Салют атқанша, салют атып... Шутка ғой негізі мынау. Сотталатындай шутка ғой негізі да. Қандай? Қайтан айтшы, дұрыстап соттады. Мен айтамын да, салют атасың ғой, үстіге бар жарылады ғой, яғни көрінбейді ше смогтан. Одан да, бұдан шығатын түйін, салют атқанша насвай ата. Түйін айту жоқ, жақсы. Ол да соқталып кетесің болып тұр қазір. Сен фейерверк атсан, ол қоғамға зияны бар да, насвай атсан тек өзіңе. Ну, тамаша ғой, ертең базарда бүйтіп. Так, насвайлар аламыз, золотой песок деген насвай. Жоқ, егер таңдау тұратын болса, қоғамға зиян келтіру, өзіңе зиян келтіру деген болатын болса, өзіңе деп таңдайсың ғой. Сен сонда өзіңді қоғамнан бөлек санайсың ба? Сендер неше жасқа дейін Аяз атаға сендіңдер? Неше жасқа дейін? Иә, неше жасқа дейін хат жаздыңдар? Жоқ па не? Поверхностный тычкаларды айтсақ жеке. Мен Аяз атаға, вообще Аяз атаға сенбеген мектепте. Өйткені дышы мұғалім екені көрініп тұратын ғой оны. Өйткені сәл жақындасаң... Сақал келмейтін еді ғой. Жоқ, сақал келеді, сәл жақындайсың ғой, мұрты тұрады ғой. Қара мұрт, ақсақал дейді, не әңгіме ол? Көріп тұрасың біздің мұғалім екенін, қалайсыз? Бізде де мұғалім перегар ұрып тұрады ғой сәл. Қара мұртты, соқыр мылқау. Мен сол кезде ойлайтын, Аяз атаның бәрі мас деп. Мас Аяз ата, сол үшін олар подарок беріп сай береді деп. Мен прям сұраған ғой, неге Аяз аталар іше ма деп пападан сұраған. Папа айтты, ол далада жүрді қыста, суық қана жылынушы жолда бір-екі рет көреді деп. Сен қалдың ба сол? Мен де сосын іштім ғой, жылынушы деп мектеп аралықты. Ана, Аяз атаның жанында мұғалім жүршеді ғой, снегурочка болып. Ағылшын мұғалімі. Мен ойлайтын, Аяз атаның жанында ГПХ-да істей ма деп. Мынау бар ғой, кесіп тастайтындай болды. Рахмет. Бұл жоба, қудырту жобасы, біз стендапқа шығатын материалдарымыздың бір андай ой болады ғой, мынаны әзілге айналдыруға болады деген, мысалы қазір Жоламандікі, Талғаттікі, өзіміздікі, соны біз қудыртып көруге тырысамыз. Егер жақсы шығып жатса, болашақта оны стендаптан көріп қалуларыңыз мүмкін. Түсіндіңіздер ғой, сондай дүние бұл жерде. И мысалға ең бірінші болып кім өзінің ең алғашқы әзіл ойымен, жаңағы қудыртумен бөлісуге дайын. Бастай аламын месседжді мен. Міне, ешкім жоқ, онда жола. Андай мұғалім болса еді ғой, байқағысы келмейді. 5-пен жауап береді. Бүйтіп отырсаң да. Мектеп есігін жауып қайтатын, ашықта кіріп қой. Жандос дейді ғой. Ең андай нәрсе бар да мектепте. Қатты дайындалып барған күні сенен сабақ сұрамай қалады ғой. Бүкіл андай міне қатты көрініп отырсаң да,
журнал бойынша дей салады да, сөйтіп с ғой, менікі с-ға келем дегенше бітіп қалады. Андай дайындалмай келген күні журналдың астынан бастаймыз дей салады. Сөйтіп с-ға тез келіп қалады. Сондай с-дан бастаймыз. Сен алдауың керек еді өмірдің немесін, заңдылығын. Мен дайындалмаймын деп бүйтіп отырып дайындалып боласың да. Ондай да болатын еді. Кейде типа дайындалмаған мен ана бір-екі өлең жатта бірдеңе істеп барасың, типа дайындалмаған сияқты бүйтіп өтірік отырасың ғой. Ал аңсаған дейді ғой сол кезде бүйтіп. Негізі мен дайындалғанмын деп андай жоқ еткізіп жіберетін. И ана айтып жіберейін, иә, мектеп дегенде мен осы мектеп дегендерді көп риск шығарып аламын деп тұрмын. Андай мектепте андай нәрсе бар еді ғой, білесіңдер ма? Нашақорлыққа қарсы плакат салатын. Баяғыда. И андай нашақорлыққа қарсы плакат. И біз ол кезде оның не екенін де білмейміз ғой, нашақорлық деген нәрсені. Просто спирт саласың, X дейсің. Темекі саласың, X дейсің. Алкоголь саласың, X деп сөйтіп бола береді. И андай нәрселер бар еді ғой. Бүйтіп креативно қылып салатын ше, бүйтіп. Мына жерде екі бала тұрады, темекі бар ма? Темекі жоқ. Неге жоқ? Өйткені мен темекіге қарсымын. Дейді андай плакаттарды салып қойып, соның бәрін бүйтіп қойып, кейін бәрі сол плакат салғандардың бәрі темекі шегіп кетті ғой. Біреуі ішіп жүр. Анау темекке біздің балдар андай далаға шығатын кәмпитті темекке ауыстыратын еді. Аға, типа бір темекіңіз бір кәмпитке ауыстыра аласыз ба деп, көп темекі өздері шегетін еді. Глобальный проблемаға плакатпен қарсы шығатын айып. Экологияға ма? Ластану бірдеңе деп дәу жер шарын алады да бүйтіп түтін шығып жатқан жер. Мысалы, көшеде кетіп бара жатасың, машинамен, баннер тұрады ғой, сода. Ажырасу, ол зиян. Бір сөз тұрады ғой просто. Оны көріп, ажырасайын деп келатқан адам көріп, ай, ажыраспайтын. Ана плакат қатты тиіп кетті. Анау, ана плакаттар түсінбейтін мектепте. ВИЧ, СПИД, X деп санай. Мен не екенін білмейтім ғой, оны екеуін ше. Мен ВИЧ, СПИД деген қалай пайда болады білмейсің. Біз СПИДке қарсымыз. Просто қарсымыз ше. Мен неге қарсы шыққанымызды білмейміз. Ол кезде бар ғой, ана бұрында білесің бе, есік алдына шығып деп өзіңмен өзің біреумен төбелесетін ғой, ешкім көріп тұрған жоқ. Дәл сондай ма? Дәл сондай ғой. Сол кезде бізге ешкім түсіндірмеген де ғой, неге қарсы шығып жатырмыз біз ше. Еще андай айғайлап айтасың ғой, біз СПИДке қарсымыз. Жан-жақ андай бөлініп андай ететін ғой. Негізі бірдеңе деп сондай түсінбейтін. ВИЧке қарсы концерт ұйымдастырасың деді ғой кейде. Дата бол. Бірдеңелер, қойылымдар істеп. Мектептен ана нәрсе есіме түсіп кетті, сразу айтайын. Сөйтіп мектеп темасын бүкіл мектеп темасын жабайық. Мектеп темасын жабайық. Біз енді қатты креативный болдық. Біз слайд істейтін еді ғой мектепте, білесіңдер ме? Слайд деген. Бәрі істейді ғой. Неге біз мектепте кезінде креативный деп өзіңді нетіп отырсың? Жоқ, қазіргілер слайд істемейді ғой. Қазіргілер қайда білесің, оқымайсың. Скачать етеді ғой қазіргілер. Скачать ете салады. Сен кезінде возможность болған жоқ қой скачать ететін. Чорт секілді жүрдің да енді. Жоқ, енді ол біздің зато креативный болғанымыз. Бля, төбелесіп қалмаңдаршы. Креативный. Мысалы үшін слайд істейсің ғой, мынандай тақырыпта слайд деп. И сосын интернеттен фото скачать етейін дейсің, ол жерде. Ол кезде интернетте некачественный фотолар еді ғой, мынандай фото да. Сөйтіп ана слайдтың бетіне дейін ана фотоны ырбитып үлкейткен кезде анау некачественный болып үлкейеді ғой бүйтіп. Соңында бұлдыр бір бәлені дәу қылып некачественный масқара көрсетеді екен, Жаңа негізі кішкентай өте качественный фото. Оны просто бүйтіп ана слайдтың размерімен бүйтіп үлкейткен кезде анау еще былай үлкейтесің, сосын былай ырбитасың ше. Сосын ана диагоналдан ырбитатын нәрселер бар еді ғой. Сол кезде ана бүйтіп жақындаған сайын онша емес болып баратады ғой бүйтіп. Соңында мысалы үшін Кенесары батыр деген фото шығады ғой. Сол кезде әшейін серый бір бөле тұрады ғой. Серый Майнкрафт. Керісінше біздің поколенияда наоборот креатив төмендеу секілді в плане мысалы кім слайдты күшті жасай алады, шапақ соқсыншы. Өте аз. Мен есімде слайд жасағаным всегда өте нашар болады, андай бір білмеймін, вкус жоқ екен көрініп тұрады, ана слайд жасайсың ғой, бүйтіп анандай өтірік информациялар, вада бәрі бүйтіп толып тұрады. Ананы еще алдау үшін анимация жасауға тырысасың, чтобы нарада деп, например, бірдеңе жазылып тұрса, например, қайық деген сөз, допустим, жазып тұрса, ол аны бүйтіп пусты басқан кезде бүйтіп секіріп кеп тұра қалады, типа так өйстіп алдай. Бұл креативқа жатпай ма? Мына жерде деп жалюзи секілді мынау ашылады, текст деп андай алдап төрт беттен кейін уже 5-шісі назарларыңызға рахмет, бля, мынау что-то аз болып қалды деп андай. Короче, біз бәріміз есейдік қой. Сен 29, сен 30, сен үйлендің да.
қой. иә мысалы үйлендің аңсаған уже 30-да мысалы тақа 26-да бәріміз мен 25-темін үлкейіп есейдік и біз андай жастамыз уже мама папамыз қартайды негізі бір уже какой-то определенный жас менің мамам мысалы 53-те папам 55-те деп и соответственно қарасаң папам и сондай жаста уже и уже олар ата әже болатын жаста ғой и бірақ мен кейде енді өйтіп бүйтіп жатып ойланамын же бүйтіп бір қорқыныш бар менде кейде бір мама бір күні тұрып сенің інің болады десе бар ғой сен інім елестетіп болған көріңдерші андай інің или қарындасың болса қазіргі жаста Қорқыныш па не? Мен үшін қуаныш болады. жоқ мен маған короче миыма қонбайды короче қиын болып тұр қондыру ондай нәрсе бар ғой андай менің папам да андай токсикозда түнгі үште авокадо жейтін жаста емес бар ғой андай екеуі фотосессия істесе в целом ондай жаста болмаса в целом стрём секілді уже жоқ неден сен қорқасың сен брачкаң допустим брачка пайда болды неден қорқасың ой қалай қорықпайсың Қорыққаны стрёмно деп жатсың ба? жоқ иә немен жоқ ертең вообще бұл қайдан пайда болды мен бір 50 жастағы 50 ма 49 жастағы бір кісі біздің танысымыз кәдімгі аяғы ауыр болып қалып босанды осыдан 4 ай бұрын ба и содан кейін сондай ой пайда болды да и андай нәрсе ғой неден қорқамын ертең ладно аман сен ертең мама папаң гендер-пати істеп жатса ұят қой жоқ саған бәрібір ғой сенің братишкаң бар ғой иә туғаным бар соған обал да оған обал иә Уже ол ортаншы дым внимание жоқ болып қалады ма? внимание жоқ анау үйден айырылды жоқ мен просто мен бұл заходты ойлап жатқанда стендап жазып жатқанда и мен елестетіп көрдім да мен енді өз әке шешемді өзім білемін ғой сендер менің әке шешем білмейтін тұрсыңдар да и қазір андай сутьті түсінбей олардың шалун екенін ба мен екі әке шешем деппін ғой мен әке шешем білемін да и андай бір студияда мама шығып тұрып папа артында қолмен ұстап тұрған фотосессия істеп жатқан елестетіп көрдім қумаңдаршы ля кешір фотограф сен ала келсін деп біз спикке қарсымыз Тактикос сізде не бар? менде андай ой бар мен тамақ ішіп отырмын да бізде қазір шүкір финансовый положение жақсы қанша ақша жағынан бар жағынан типа не ішемін не жеймін деп уайымдамаймыз бесін бар ма и кеше үйде десерт жеп отырдым да бүйтіп шаймен ішіп отырмын да и мамамды шай ішіп отқан кезде мамамды есіме алдым андай в плане всегда бірдеңені ақшамен бір чуть-чуть қымбат қалса ақшамен айтып ана бағасын айтып надоелын шығарып жіберетін еді ғой бір торт алса 7000 теңгеге торт алса міне жеңдер 7000-ға торт алдық міне жепсіңдер 7000-ға торт алдық и анау біраз желінбей тұрып қалса жемейсіңдер ма 7000-ға алған тортты бәленбай қанша уақыт тұр 7000-ға алдық бағанда жемейсіңдер ма одан кейін уже біраз ұзақ тұрып қалды уже ана жемейді андай сұрайсың ғой ана лақтыра салайын ба или жейміз ба деп ойбай лақтырған 7000-ға алған нәрсені қой деп андай барлық нәрсені бағасымен айтып жүреді соңында сол қатып сувенир қылып тұмар қылып тағып еще анау енді желінбей сөйтіп амал жоқ лақтырылады ғой сосын кейін всегда айта береді ше енді торт алмаймыз алдында 7000 қалдық та жеген жоқсың Баяғыда сондай нәрсе бар еді ғой мамалар бір тамақты до конца өткізгенше сол қоя беретін еді дастарханға обедте де ужинда да бір нәрсені айналдырып анау жуа турап томатпен қуырып бірдеңе қылып сәл бір негізі картошка еді кешке қарай чуть-чуть үстіне бірдеңелер қосып басқа тамақ қысап алдап ше бізді біз алданып қалып ойбай мынау сол емес па деп жеп қояды ау деп сөйтіп алдап жегізіп жіберетін еді ғой неге ақшасымен айта беретін барлық нәрсені андай кез келген нәрсені ақшасымен айта ол өйткені бағалау үшін деп ойлаймын бізде мысалы үшін кішкентай кезімізде үйде 0,5 кола деген болған жоқ қой кімнің үйінде 0,5 болады өлдім 2 литрден басталатын еді ғой 2 литр кола алып келеді болды андай 0,5 алып келсең сен бізді ойламайсың ба андай экстрим кола қазақстан кола деген сияқты мен баяғыда ойлайтынмын вдруг үйге барып стеклянный кола алып барсаң мама ұрыс шығаратын сияқты мынау деген удай ғой ақшасы деп көрсетпеуге тырысасың ғой үйдегілерге мен осы бір 23 жастан бастап қой 0,5 ішіп жүрмін оған дейін всегда мынандай болып тұр еще әдейі мамаңа фото түсіріп жібересің бе бүйтіп мамаң статусқа салады балам 0,5 кола ішіп жүр мамалармен анау базарға барған кезде мысалы киім көресің киініп жатасың қалай нормально ма дейді ғой енді қымбат болып тұрады ғой анау біліп тұрасың да қымбат қой деген сияқты білмеймін былай өзіңе ұнап тұр бірақ білмеймін былай жоқ ұнаса айт
дейтін ондай болған жоқ па? чуть-чуть андай жауапкершілік беріп тастайды Иә, ғой иә. киім десең айт ұнаса айт. анандай болатын мысалы бір аяқ киім жаңа айтып тастасын да андай сен ортасынан Кеш. көрсеткізіп Айтып тастайын да. кешір ұнаса айт дейді ғой, ұнады дейсің. Былай айта бер. қымбат нәрсе андай. короче андай момент болады бір киім таңдайсың папа мамамен жүресің ғой кәдімгі бутиктарда киім бір туфли ма бір и қатты ұнатасың ана бір қатты ұнатып тұрасың да сосын мамалар сен бағасын особо біліп тұрған жоқсың мама папа бүйтіп мама тұрады да бүйтіп осы ұнап тұр ма енді тағы қарамайсың ба осы деппісің ба енді деп андай 100 рет сұрайды ғой сені переубеждать ету үшін ұялтатын моменттер болатын еді ғой типа мына аяқ киім қанша дейді да бір маманы сұрайды ғой бір бұл 25 мың дейді 4 мыңға берсе дейді ұят қой сәл ля сәл еще иногда сүртіп алады ғой натуре 4 мыңға алып кетеді ғой 3,5 ма мен мамамен всегда киім таңдауға мамамен алып баратын и маған қатты чувство вины манипуляция барлығы сонда болатын ғой мысалға тұрасың да саған көрсетіп жүреді мынаны аласың ба мынаны ал деп андай ыңғай арзан нәрселерді көрсетіп жүреді и сен ешқайсысы ұнамайды біреу андай біреу мындай еще өзің дрищсің андай жараспайды ештеңе и мынау қанша тұрады екен деп бүйтіп қарайсың мамам бүйтіп келіп қарайды да бүйтіп мынау қанша тұрады дейді и маманың миындағы суммадан например маманың миында саған үстіңе кофта алып беру 3 мың теңгеге миында сен бұл 7 мың теңге дейді короче маманың миы резко сынады и сен тұрасың мынау күшті екен дейсің а сен чувствовать етпейсің бағаны потому что сен миыңда ақша ұстамайсың сен вообще пофиг саған күшті екен мынау күшті екен қой онша емес мынау жап жаман білмеймін маған ұнап тұр Сосын қойшы онда өзің таңда дейді да шетке қарай барып бүйтіп тұрады ғой дейді и сен миың андай жүрегің қалап тұр да миың мамаға ұнап тұрған жоқ саған да нетпейді қой жарайды дейсің да чувство винамен қойып дальше бүйтіп іздеп жүресің таңда онда өзің дейді да тағы да бүйтіп қарап андай жалкий болып әдейі түр жасап мамаң өзі келеді да міне мынау әп-әйбат қой мен кеш өзі дейді да киесің андай ұнамай тұр саған не әп-әйбат болып тұр міне бағана бәрін аралады ғой ал осыны дейді иә ұнап тұр жақсы ертең сосын кимей қойма осы кезде ана сатушы апай да иә міне әдемі болып тұр ғой мынау ол өзінің баласын пихать етіп заебал тоже мен балам да осындай келді похуй маған сен балаңа просто ұнамайды кимей жүресің ғой тілеген детский травмаларымды оятып жатсың неге андай киім алғанда бүкіл киімді мама алып береді да бірақ аяқ киімді папа жауапкершілігі бар андай некесін қиғанда бөліп алған сияқты баланың аяқ киіміне сен жауап бересің жоқ бүкіл үйдің тірліктеріне сен жауап бересің аяқ киімді маған қалды дым уайымдама бізде мынандай болды бүкіл үйдің тірліктеріне сен жауап бересің болды мен кеттім мен кеттім аяқ киімді де өзің ала салдың мен 10 жылдан кейін келемін жоқ жаңағы базарға барып мен настроением түсіп кетті бірден бар ғой андай сол кездер есіме түсіп кетті сен базарда жүрсің ба қазір полный бүкіл андай бүйтіп инемен бүйтіп түртіп жатқан сияқты деп қиналып жатырмын андай баяғыда андай нәрсе болатын солай біз басында базарға кіресің ғой сол кезде бер жағындағылар қымбат деген нәрсе бар еді өйткені ана жерлердің арендасы қымбат бер жағындағылар қымбат болады дальше өтейік деп соңында базардан шығып басқа бір 6 бутигі бар жерге ана бізде андай болатын далада сататындар аренда қатты төлемейді олар да арзан крытый жерде тұратындар олардың арендасы қымбаттау сол үшін киімдері қымбаттау деген и сен андай крытый жерлерге кірмеуге тырысасың вообще далада сатып ана нәрсе айтып жатырмын ғой сөйтіп сол ашық жерлердің да ең арзан до конца бармапсыңдар ғой сендер миссияны өтпегенсіңдер ғой ар жағында уже жабылайын деп жатқан бутиктер бар типа распродажа 400 теңгеге 3 аяқ киім дейді құрал саймандардың ар жағында тұрады иә анау и андай аяқ киімдер алып көрмегенсіңдер ма сендер дәу коробка тұрады да ішінде көп аяқ киім тұрады сен біреуін аласың да екіншісін табуың қиын ананы бірақ 1200 теңге деп тұрады да екіншісін іздейсің ғой анау екіншісін іздейсің соңында бір аяғы 1.42 бір аяғы 41 болып кетеді сондай аналар да бәрібір сата салады онша кедей болған жоқпыз жоқ кедейлік емес ол тапқырлық деп аталады андай крытый базарға кіресің ғой киім болып кетеді күшті бүйтіп кетасың печенье бірдеңе болып кетеді и бір есікті бұңқ етсе ет болып кетеді ғой сасып еттен өтіп қайтадан далаға шығасың менің мамам тактный адам еді да бестактный емес тактный деген бар ма ондай сөз
Тактильный емес. Тактичный. Короче, адамды ренжіткісі келмейді ғой. Тактичный ғой. Бір сатушыға барып, ана сатушымен күшті сөйлесіп кетеді ғой. Ана кетуге ұялады ғой, короче, андай. Иде басқа жерге барамыз деп, сол түбі бір сатушыдан ала саламыз ана. Күшті әңгіме жарасып кетеді ғой. Андай ренжіткісі келмейді. Сол екен ғой, мама уже андай базарға кіргенде қас қабағын түсіріп алады да былайынан любой сатушымен ұрсуға дайын жүреді ғой. Андай ешкіммен дос, мен бүгін сатушылармен дос болмаймын. Мен мамам наоборот Индия дейді. секілді Ашық жарқын еді да, бір сатушымен сөйлесіп қалып, ей ладно, осы жерден аламыз онда. Женский болса да ал енді. Мынарда тек қана нижний белье ғой женский. Жоқ, бере бер мынау стринги деп ансаған ки. Мен де стринги екенін қайдан біліп қойдым. Жоқ, маманың андай ғой, главный базарға келгенде өзінің главный санайтыны мен айыратын. Андай типа клиент всегда прав деген мысльмен жүреді да. Бүйтіп келеді да, и оның миында келеді да, мынау қанша тұрады дегенде продавец сразу жүргіп, ол 3800 бірдеңе деп айта кету керек. Егер бүйтіп келіп, кешіріңіз, мынау қанша тұрады дейді. 2 доли секунд бір андай жауап бермей қойса, болды, жүр. Яна сатушы. Все, не надо, рахмет деп бүйтіп кетіп қалшы да. Мен балалық шағым. Мен кеттім. Аяқ киімді өзің ала салдым. Зумерлер деген кішкентай қазіргі поколение ғой, Поколение. Қазіргі поколение. На колени. Маған андай подростықтар ұнамайды. Қандай подростықтар ұнамайды? Андай подростықтар бізге де ұнамайды. Андай болады ғой. Айты тез. Интроверттен үндемей амандасуды да білмейтін подростықтар болады бір. Сен ба дейді. Біріншіден Талғат подростық емес. Жоқ, біз кәдімгідей Надростық ол. біз подростық болғанда әйтеуір амандасуды білетін едік қой. Кішкене сыйлап. Жоқ, сендер андай уже когда сен өзіңнен жастарды жамандай бастайсың, уже қартайғанның белгісі ғой, таза, сразу. Бұл Уже жоқ енді ол сен танитын подростық пе? Сен танитын бе? Танитын кәдімгідей. Қаншалық танисың? Амандасың. Туысым мысалы. Туысың үйіне барасың. Ал бамба бірдеңе. Амандасайшы. Вообще амандаспай ма? Амандаспайды далбан. Мен подростық шағымда амандасу мынандай еді, бүйтіп ұйықтап атсаң да бүйтіп нағашыларым келіп. Блядь, тұрмайсың ба? мен сен нағашың емеспін ғой. Күтпей қалғансың ғой. Беткенде қолын шыққанса, татуа слабый болса ғой. Шығар жерсе. Нормально. Жаңда бізде сол. Басы қимылдады ғой. Сондай еді ана, бүйтіп мысалы үшін үйде бір компьютер или кино көріп жатсың, бүйтіп отырсың, яғни үйге келгенін байқамай қаласың ғой. Тағы бір көрсетші, пожалуйста. Сәл жақындашы. Мысалы үшін телевизор қарап отырасың ғой. Телевизор қалай қарап? Амандаспайсың ба? Деп ана сондай. Кетесің да бүйтіп. Ол кезде уже екі аяғын мынандай жерден ұратын еді ғой. Братандар білесің ба? Мынандай жерден ұрған кезде Бірақ сен контр ойнап отырсың ғой, мына жерден ұрған кезде дәл W-мен жүгіре бересің. Қонақтардың ең вертягі таңертең келетін қонақтар ғой. Таңертең білмеймін. Бүйтіп, сен еще ұйықтап отқан кезде бүйтіп, еще андай ескертпей кіріп келеді ғой, екі аяғыңды көтеріп алып тұрасың ғой, бүйтіп тұрсың. Бүйтіп мысалы бөлмеңнен ба бір жерден шығасың ғой, и бәрі ана жақта қонақ шай ішіп жатыр, сол кездегі мынандай болады ғой міне. Киім жуым бағасын быт. Осырасың ба? Деп мал айдап кетесің ба? Не істерін білмей шашын тұрып. Жоқ, андай еще бетің бұлшық қой. И сен оны көрсетпеуге тырысасың, бүйтіп амандасқанда былай. Кемпірлер болады, ай мына бала ма қолынасы. Бізде ауылда, короче, андай кухня ғой, былай стол ғой, шай ішетін. И мына жақта мен залда ұйықтап тұрамын, келемін, нарада қонақтар отыр байнан, бір ауылдың сол адамдары келіп қонақ болып отырады. И умывальник мынандай жерде тұратын. Өте нашар решение ғой. Потому что уже арғай дала, суық, енді басқа қоятын жер жоқ. Умывальник кіреберіске қояды. И адамдар отыр. Мына жерде сен келіп бүйтіп жуыну керексің да. Андай. Унитаз мына жерде болатын десең. Унитаз жоқ, далада ғой. Бүйтіп жуынып жатырмын, унитаз асты шелек бар ғой, андай алып шығып, потом шелекті апарып төгетін бар ғой. Серый андай. Бүйтіп ағзасына бүйтіп жуынып жатырмын. И тістің, беті қолын жудым, и мұрның жай. Дейсті бүйтіп. Қолып тұр мұрның. Просто жай. Түрі бермей. Өтірік. Деп қоясың да. Тамақ жейсің ба? Жоқ, тамақ жеймін.
осы умвальник бар ғой, умвальник деген ең жаман ит бар ғой, андай жуынып атасың ғой, жуынып бастап осы асты толып кетпей ме екен деп айтады ғой, бір моментте пш деп ағып тастайды ғой аяғына. Бля, ең жаман нәрсе сол ғой. Сөйтіп астын бүйтіп ашасың ғой, ананы сырғытасың бері қарай аккуратно тарт шетінен ұстап бүйтіп ол по-любому төгіледі ше ана жерге. Төгіледі, қолыңа төгіледі. Еба, далаға шығып Бізде нормально раковина болды. Шүкір раковина болды. Я отпустил ситуацию. Албан ба бірдеңе. Ей, амандасайшы. Күшті нәрсе есіме түсіп кетті бағана гримеркада отырған кезде. Сол үшін сен бір ән айтып жатасың ғой. Сөйтіп сол, мысалы біреу ән айтып жатқан, сол бір әніңе біреу қосылады ғой. Соны қосылғанын жақтыртпайтын адамдар бар ғой. Иә? Қазір менің әніме қосылатын адамда дауыс онша емес. Мен ән айтамын, сен маған қосыл. Өзіңмен қалсам кезігі ғажайып бірге туатын. Әтейімнен темпіне іліспесін деп ше. Екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ұғатын деп өз алып кете салатындар ғой. Айтуым керек болса да жол табу қиын. Сен до конца жағаласасың ба сонда? Айта алатын адам өлең айту керек қой негізі. Менде андай болады, машинамен келе жатамын ғой. Машинамен келе жатқан кезде Миягидің бір өлеңін қойсам, типа Галгафа деген бір өлең ойнап тұрады. Қандай? Галгафа деген. Типа білетіндер бар ма текстін? Білмейсіздер ма? Ешкім білмейді оның текстін. Сондай андай ерекше андай рэп секілді бірдеңе ғой мысалға. Мияги деген ана ма? Сен сөйтіп отырып айтасың. Ямы жерлермен өтіп бара жатқан каптайын. Сол жерін ғана айтсын. Жоқ, анда мысалға, допустим, бір өлеңдер бар, мысалы, бір өлең айтшы, қандай өлең бар, например? Қандай тілде? Бір өлең айтшы, мысалға. Просто подари мне один только взгляд. Вот, допустим, сен өлең жақсы, автор оригинальный өлең айтайын деп отырсың, мен машинамен келатырмын, өлең дауысын средний қоямын да, и сенің үстінен айтып отырсам, өте кайф секілді да, өзіме дауысым алданып қаламын да, мысалы, айтып басашы. Просто подари мне один только взгляд. Деп андай күшті айтып келдім да, потом бір күн отырамын да, өзім айтып көрейінші, дауысын айтып да, просто подари мне один взгляд. Еба, одан кейін қойдым өлең. Енді ана жолы сондай Нанчуан сахнада ән айтып отыр ғой. Сөйтіп, ана көйлегімнің түймелері мойынға дейін қосылып айтып тұрмын ғой, короче, бәрін айтып тұрмын. И сосын бір моментте олар микрофонды бүйтеді ғой, короче, адамға. Өйде мен өзім айтып, и сосын өзім онша емес екенін сезініп қалдым да. Дедім. Неге айтпадың сен, даусың нормально ғой? Сағандікі күшті дауыс. Әндеріне кейбіреуіне келмейді. Сон бүйтіп түймелері мойынға дейін деп маған беріп қалса, мен просто подари мне один взгляд. Мен сондай моменттерге, мен андай арманым бар. Бір әнші мысалы үшін айтып жатады да, и сөзін маған бір микрофон бір беріп қалады. И мысалы үшін сондай зак берді. Көйлегімнің түймелері мойынға дейін деп. Соған қарағанда бүгінгі жағдайдан кейін ренжеймін дейсің ба? И бүкіл халық шок па? Ренжеймін дейсің ба? Ой қиын деймін, дайын деп қойып едім саған жууға киім. Бұл да негізінде көңілдің бір деңгейі деп екіншісін айтып жатқан кезде уже адамдар реально біледі науды. Андай видео ғой, типа зритель перепел. Дәл сондай ситуация болған менде, бірақ мен ол кезде неудачный болып қалды да. Ғазизхан Шекербек пен Мейрамбек Беспаев ән айтып жатады ғой. Ана жанда точно неудачный болды ғой сен. Любой айтқаның неудачный болды. Жоқ, ол енді ол кезде мен ана досым деген әндерін айтып күшті анау. Эй досым. Сол өлеңді айтып тұрып еке орыс қалса. Бір мен партын неге айтып қойдың? Ей досым, ренжіме дейді. Неге айтам болсын? Неге келмей қайда келесің? Битсе, қараш, қалай, бас қалай? Дүниеге келмей қайда келесің? Дүниеге келмей қайда келесің деп Мейрамбек бастап отқанда, Ғазизхан қайда келесің деп қосылып отқанда Мейрамбек келем. Ұрысып шыққан ба уже? Бұлттанып тұрып күндей күлімін дейтін жері ғой. Мен беріліп айтып жатырмын да, беріліп айтып жатқан кезде примерно тексттардың арасында түсесің түспейсің деген сияқты Мейрамбек Беспаев сол кезде маған бүйтіп микрофон беріп қалады ғой.
Просто сосын бүйтіп американский әндерді солай айтамыз ғой біз. мынау қандай ән? Сен мынау қазақша не? Порш панамера пакалера деп ұра беруші едік қой. Порш панамера аке поколено дей саласың. Интернет дамыған заманда бүйтіп просто гуглить етіп қарай салудың орнына каждый тыңдаған сайын Порш панамера акапакалера. Бұрынғы әндер ұзақ болады, байқайсың. 3 минут. Қанша? 8 минут. Бір әнді 3-4 рет тыңдаған шығарсың. досым сен ремикс тыңдап жүрсің. Жоқ, қазіргілер андай 3 минут, 2 минут қой. 1,5 минуттық өлеңдер бар. Бір концерттер болады ғой, кәдімгі телевизордан беретін. Вот ондай телевизорға шығу ол қиын нәрсе ғой. И соны выжимать еткісі келеді ғой әншілер өзі. Ұзақ тұрмын, 10 минут тұрамын деп. Анау шығады да әнін жазған. Бірдеңе пәленше. Сөзі пәленше түгенше. Орындайтын бірдеңе дейді. Мен. Ұзақ андай басталып, музыка басталады бірдеңе, еще андай. Арасына буындар қосып ұзартады ғой әнді, ше? Мысалы. Қандай? Мысалы. Қыз едіңден қыдан басталады, бірақ қыдан бастамайды. Қыз едің. Еще андай. Анау сияқты ғой. Қыз едің. Бір шәугім шәй. Бір шәугім шәй. Всегда күлкілі сонда. Анау, еще ол деген әріпті е қылып айтатын еді. Жанем, сағындем. Сағынады ме? Сағынады ма? Мені сені сағынады ма? Көп әріптер болып кетір ма? 3 буын ба, 5 буын ба? 5 буындар бірақ сол әндер ғой самый күшті андай. Мен бір рет мен андай бұрында біз iPhone емес болған кезде басқа андай Android бәрін саған кезде жақсы еді ғой. Любой музыканы қайсысын алып тұр, просто звонокқа қойып жібересің да. Анау ё-моё, мама звонит дегеннен бастайсың да, любой барлығын қоя бересің ғой. И сөйтіп менде Android телефон Samsung болатын. И бір күні просто прикол үшін иттің үрген дауысын қойғанмын ғой. Иттің үрген дауысын андай бір өзі звондаса телефоным дейді да бүйтіп аламын да алып деп андай өзім үшін прикол ғой, күшті андай достарың звондайды, үріп жатыр, күшті да, достарым үріп жатыр дейсің да, короче, қызықты да. Сөйтіп бір күні бастықтың кабинетінде отырмын ғой, короче. Университетте жұмыс істеймін шәкәрімде. И тұрамын да бастығыма ана қағаздардың столда қағаздардың арасында телефон бір жерге қалып қойған ғой, білмеймін ғой. Бә менің телефоным қайда екен? Бастығым тұрады. Мен звондап жүрген кезде дейді да, звондайды. дейді ғой. И бүйтіп бастығым маған бүйтіп тұрып ахуй бүйтіп қарайды ғой. Типа оның миында мен оның соның ғана звоногын иттің үргенін қойғанмын ғой, короче. Менің бұрында телефондарға әндер бар ғой, әндерге ана бүйтіп басқан кезде альбом бүйтіп тұрады ғой ортасындағы. Сол жерде фото тұратын. Егер мен саған оны Bluetooth-бен жіберсем, сол альбомның фотосы сенде қалып қояды. И ол дальше кете беретін, короче. Менің Әлібек деген дос балам бір 10 шақты өлеңге сөйтіп өзінің альбомға өзінің фотоларын қойып тастаған ғой. Семейдің тең жартысында андай жанар оттай жанып на шоқтай қарт деген өлеңді бүйтіп альбомды ашып қаласың ғой, басқан кезде Әлібектің фотосы тұратын. Әлібектің лицосы Бейбіт Қорғандікінен қатты ма? Бейбіт Қорған білмейді ешкім, бәрі Әлібек айтады деп жүр ғой. Семейде бәрі Әлібек айтады деп жүр ғой. Еще андай креативныйлар бар еді ғой, андай үлкен планшет, андай типа сенсорный телефонға Nokia звондап қойып қоятындар болады. Ауылда жүрген кезде андай магнитофон бар ғой, магнитофон. И магнитофонда сен бала кезде андай кассеталарға саған пофиг ішінде қандай өлеңдер бар екеніне. Просто қосасың, саласың да, 2 кнопканы басасың да, йоу, қалайсыңдар, йоу, 95-ші жылғы тілеген осында, йоу, деп, короче, рэп жазған ғой. Йоу, мен қазір отырым ауылда, 2 қолым қалтада, йоу, қазір біраздан кейін қора тазалаймыз, бізді ешкім мазаламаймыз деген жазып тастағанмын ғой, короче, да хрен ағып. Қызық көріп сосын артқайын алдым да өзім тыңдаймын. Магнитофоннан йо бірдеңе 95-те осында мазаламаймыз, қора тазалаймыз деген. И үйдегілер көтімді айырады ғой, короче. Ойлашы, ананы алады да, андай жаздандай ғой, далаға шығарып қояды, музыканы центрді қойып қояды да, бүйтіп шешім тастайды да қазір там қора тазалайды, бірдеңе істейді, өлеңге дворға өлеңді бақыртып қояды.
магнитофон қосып қойған, өлең ұрып тұр, короче. Өлең күшті кетіп жатыр, мындай Мейрамбек Беспаевтың Музарттың бір коллекция сборник кетіп жатыр өлеңдер бір мезгілде. Йоу, 95 тілеген осында қора тазалаймыз, ешкім мазаламыз. Блять, ну долбам ба нахуй деп мені іздеп. Короче, хайвей болған. Жақсы. Баяғыда Зато Мейрамбек Беспаевпен фит сен. келесі Мейрамбек Беспаев тоқтап қалды ғой мен айтқан кезде. біреудің плейлистінде барсын айтып. қыз едің. Қайттан айтам ба не оны? Иә. Иә, сендер өтірік күліңдер, иә, или маған күлген жоқсыңдар ма? Короче, Инвиктустың жанынан өтіп баратам ғой. И Қашан ол? Өйтіп полива көрмеңдер. Күлетін жерімнен дейін күлсін. Осы сентябрьдің кезі шығар. Сен инвиктустың Сентябрь деп сонда. Оны мен мана айтқан жоқпын ғой. Значит, натуре күлкілі ғой, иә, деп сеніп болсам. Сентябрьдің кезі Инвиктустың. И ана панорамный терезе. И ана панорамный терезенің ішінде, ананың ішінде толық адам жоқ андай бар ғой. Реально тренажерка келіп дайындалып жүрген. Аналар уже дайын бәрі. Кәдімгідей качок бәрі, қыздар кәдімгі шығаратын жерлер бәрін шығарып тастаған. Ана жерде тек понты сияқты бар ғой. И мен ойлаймын да, ол жерде сондай жерге бару үшін тренажеркаға. Мен өзім жеке мысалы бір үйдің жанында 6 ай дайындалу керек бар ғой, действительно. Ана кәдімгідей дайындалып, беговая дорожка мен мысалы қазір маған әкелсе, мен құлаймын ана беговая дорожкадан бар ғой. Ана ютубтан көру керек қосуды бар ғой. Қосып андай разгон. Мен явно беговая дорожканы бүйтіп қосам, и ол бірінші бір какой-то бір темп ұстайды ғой. Сол кезде секіріп аламын үстіне ше. Желательно тоқтатуды да үйреніп алу керек. Сен бүйтіп үстінде бүйтіп жүріп, потом бүйтіп деп жүгіріп ондай істемейсің ба? Істеп көрмегенмін ғой мен. Сен сонда бүйтіп тұрып анау кетіп баратқанда бүйтіп. Енді мен егер барсам, резко солай барсам, мен солай деп ойлаймын бар ғой. сосын білмейсің ана ба? тиктоктағы прикол видеолары сондай болады ғой сен. Біреу мініп атын кезде аңпитып қалады ғой да ше. Или сен былай істе, тез қос та қатты айналатын қой да. Наоборот, алдына қарап емес, артына қарап секір да, сразу қашып шығып кетіп қал. Инвиктустан. Келмейтіндей Мен бар. андайларды апасына ғой, бүйтіп барасың да, бүйтіп өзің жүттір бермейсің ғой енді, по-любому енді. Бір качок сияқты жүресің да, барып бірдемені алып аласың да, бүйтіп қолмен көтеріп атасың да, и біреу екіншісі келеді да, бір кез аяқпен көтеріп бастайды ше. Жай қоясың да басқа жаққа кетесің ғой, бір ақ қалаға ма босқа. Бір тренажерныйға барасың да, бүйтіп аяқпен бүйтіп істеп атасың ғой, иә. Бүйтіп қатты істеп атасың да, и біреу барады да, наоборот былайынан келіп мынау істеп атады. Бір жерге барып Сен басқа нәрсе істеп атсың ба? Бір жерге- Үшінші келіп жүгіреді. Ена не бәле өзі? Не істейді деп. бір жерге барып мынандай қылып істеп жатқан кезде брат, мынау су ішетін жер ғой. Раковина босатасың ба десе. Сен раковинада боласың ба? Білем, ондай ситуацияда брат, негізі киім ауыстыратын жер ғой деп. Жоқ, маған ана- не істейді екенсің иә андай. Білем мен просто жай киім ауыстырып отырмын ғой деп. Мына жерде аяқ киім сатады ғой. Аласың ба десе. Любой тренажеркаға барған кезде сенде бір ішінде андай сезім болады. Я здесь недостоин. Бәрі маған қазір қарап, мына черт не істеп жүр деп ойлап тұр деп ойлайсың. И еще оған плюс қоса психологический давлениеден бөлек сен өзің денеңде әр адам да көбінесе не идеальный деп ойлайды ғой миында. И анарда жүргендердің бәрі андай чуть-чуть не вибрация болып жүреді да. И сен добавок етіп ана тренажерный заттарды қалай пайдалану керек екенін білмейсің ғой. Бүйтіп келесің да, просто өйтіп қарайсың да. Фотоларын қарайсың, екіншісін мынаны білем дейсің, отырасың да, похуй бүйтіп. Ұра бересің ғой. Бет алды ма? Ең жеңілінде тұрады. Сен мына жерің шықты ше. Сен дұрыс істемегеннен. Еше бүйтіп андай ғой, бүйтіп істеп отырасың ғой. Жалғыз білетін сол да айналып келіп соны істеп отырасың да, қайта. Андай бір 3 подходтан 12 деген жоқ қой. 90 рет істеп отырсың ананы бүйтіп. Білетін сол 17 да. подход 23-тен ба? Еще біреу келеді да. А сколько долго вы еще? Не, все, я уже деп просто тұрып кете саласың ғой. Потом ол істеп болған күтіп жүресің да, кетіп қалғаннан кейін қайтадан отырып аласың да, дальше бүйтіп. Жаңағыдай. бір айдан кейін ше. Енді отырасың ғой. Енді отырып істеп жатшы. Енді бүйтіп осы. Вы все уже? Не, вот 2 раза сейчас. Жібере саласың ғой. Сол бір ай істей беріп, тек мына жерін здоровый ше. Басқа жерін бәрі. Ондайлар бар, кстати, андай денелері бар ғой. Амбальный бүйтіп жасалған, аяқтары мынандай бүйтіп. Вот олар білмейді сол аяқтікін үйренген жоқ әлі. Ол кімдегі ғой анау? Мультфильм бар еді ғой анау? Гадкий ядағы. Гадкий ядағы мынандай ғой астына андай туфлимен жүреді. Тренажеркада бүйтіп күшті болып, өзің енді ютубтан көріп алып, бір өзің аз веспен күшті істеп жатсаң, бір качок келіп, можно да, мы вместе здесь сделаем деп қан ішетіндер болды.
шеттен қосылып дәу вестар қосып бұны деп көтеріп жатасың ба? басқаша істеп анандай ғой ол еще андай здоровый ғой бүйтіп анандай бүйтіп қоятындар бар ғой ең соңына қояды да бүйтіп дейді сен келесің да ең біріншісіне қоясың да жоқ дейсің да ана ұялғаннан қайтадан ана алып бүйтіп дейсің да жоқ еще ол кетіп қалғаннан кейін өзін тексеріп көрейін дейсің да дейсің да қайтадан екіншісіне қоясың да бір сенің жұмысың бір ерігіп жүрген секілдісің вообще бар ғой прикол ұстап ше бәріне әшейін бір рет бір качок жаңағыдай вместе істейміз деді да андай жим лежа дейтін вместе істейміз деді да сен көтеріп алып бүйтіп ауыр көтеріп жатыр да батыстырақ қой дейді ол маған до того өміріне нашар қарай ма ол өзі не бизнес істерін білмей қалғансың Сен андай қағаз бен ручка алып бардың да? Давай страховкаға не жазу керек? жоқ сенің подстрахуйың мынандай ғой байқа байқа мен көмектесе алмай жоқ анау бүйтіп қысылып қалады ғой содан кейін ёп твою мать анау қысылып қалды сосын анау қысылып өліп қалады ғой мынау тұр бля мен подстраховкаға жоқпын мен еще заранее айтайын сосын тақа бүйтсе бүйтіп бірге салады өйтіп если че подстрахуешь дейді да бүйтіп істеп жатқан кезде орысша анау жігіт бүйтіп алады да бүйтіп көтінен теуіп индукция шығады Мынау уже мультик бүйтіп тақаны алады да бүйтіп көтінен теуіп ұшырып жүреді ғой иә тақа ұшып бара жатқанда жанында жоламан тақа ана николай жақта дарашка тоқтата алмай жатырмын ба қосуды үйренгенмін өсіруді үйренбегенмін ғой техничка апа келіп тұр бала шығасың ба жабылып жатыр еді ғой апа қазір сусын ойлашы зато бір күнде арықтайсың. анам просто үстіне тұрып қосып опасно ғой жоқ сен енді ол бірде тұрады сен міне бүйтесің міне Сен сразу міндің бастың міне бір міне че то аз дейсің екіге қоясың мынау үшке үш қоясың болып төрт міне О, мына кісі. осылай ма еді қазір 8-ге қойшы қазір 8-ге қойсайын алтыда жүгіріп бастайсың уже алтыда Мен Тико баратын тренажеркаға бармайын деп шештім. былайынан подстрахуешь жоқ Давай дедім. сен мынау үшін нетіп тұрсың ғой иә ең қорқыныштысы просто беговая дорожка жоқ та сен өзің солай міне жолға қарап опа Сен мына жерде бірдеңе істеп жатсың да и просто қасыма келіп бүйтті. жоқ өткенде бір рет мынандай болды тренер сол жерде жұмыс істейтін тренер өткенде деп сен барып жүрсің ба мынандай істейтін бар ғой тартады соны келіп белін шығар деп қан ішеді ғой қасыма нет неправильно еще ебать қайда барамын қатты кетеді ғой мынау какой-то момент былай отырсың ба жоқ Екі қолың ар жаққа кетіп қалды. арқаңды короче көтің максимально шығару керек дейді қайда істейсің еще артымнан Келесі күні бүйтіп жүресің ба көшеде? все сіздерге келгендеріңізге көп рахмет құрметті достар сіздермен бірге болған қыдырту жобасы жоламан талғат аңсаған Және тілеген еркінбек. келесі кездескенше қош сау болыңыздар жаңа жылдарыңыз құтты болсын барлық армандарыңыз орындалсын рахмет